Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңдер. Сіздермен оңай дайындалатын кешкі ас рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдын ала жуып тазаланған картоптарымызды турап, осылай ыдыстың үстіне салып, үстінен салқын су құйып пісіріп алатын боламыз. Алдын ала өлшеп алған фаршымызды қызып тұрған отта қуырып аламыз. Аздап қуырып алғаннан кейін үстіне майдалап турап алған пияздарды салып араластырып, үстінен сәбіз және де болгар бұрышын саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай дәмдеуіштер қосып алсаңыздар болады. Бәрін араластырып, үстінен біраз қасық томат пастасы және тұз салып араластырып, үстінен 40-50 граммдай су құямыз және де үстін жауып, баяу отта пісіріп алатын боламыз. Дайын болған картоптарымыздың үстіне сары май, кукуруз немесе картофельный крахмалды салып, үстінен аздаған тұз салып, жақсылап араластырып, дайындап аламыз. Үстінен бір жұмыртқамызды қосып, бір келкі массаға келгенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Неге осылай барлығын дайындап алғаннан кейін, кондитерский мешогымызға салып аламыз. Жартысын салып, листіміздің үстіне пергамент қағазын төсеп аламыз және де картофельный пюремізді осылай формаға келтіріп құйып шығатын боламыз. Үлкен кішілігін өздеріңіздің қалауларыңызға қарай құйып шығасыздар. Меке осылай думалақ формаға келтіріп алған екен, ортасын, яғни төменгі бөлігін міндетті түрде жауып аласыздар. Яғни ішіндегі начинкасын салған кезде астына түсіп қалмау үшін астын төменгі бөлігін жауып алған дұрыс. Осылай барлығын біркелкі етіп салып алғаннан кейін үстінен дайын болған начинкаларымызды салып шығамыз. Барлығын осылай біркелкі етіп салып алғаннан кейін қызып тұрған духовкада 180 градуста 15 минут 20 минут шамасында пісіріп аламыз. Осылай пісірсеңіз де болады, немесе үстінен аздап өкіштен өткізілген сыр салып пісіріп алсаңыздар да болады. Біздің тамақ дайын болды, ас болсын.